Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен лағманның қамырын созып үйренетін боламыз. Дәл осылай шашылып, сусылдап тұратын лағманның қамырын менімен бірге дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қажетті заттарымыз ұн, жұмыртқа, тұз, су қажет болады. Мен осындай пионер деген жоғарғы сұрыптағы ұнды қолдандым. Ең алдымен тұзымызды суымызға салып араластырып аламыз. Тұзымыз еруі керек. Енді жұмыртқамызды ұнымызға қосамыз. Дәл осылай барлық жеріне жұмыртқамызды созып шығамыз. Енді суымызды аз-аздан құйып илейтін боламыз. Барлық қажетті мөлшерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Және де басқа да түрлі рецепттердің сілтемесін қалдырдым. Сондықтан міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналыма қолдау білдіріп тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Осылай суымызды әрбір жерінен құйып отырып илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап ысамыз екі қолымызбен. Барлық жеріне біздің суымыз тиюі керек. Ортасында құрғақ жері қалмауы керек. Сондықтан барлық жерін осылай дымқылдап аламыз да, қалған суымызды құйып жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды иін қандырып жақсылап ысамыз. Міндетті түрде қамырымызды жақсылап илеуіміз қажет, сонда біздің қамырымыз жақсы созылатын болады. Әрбір ұнның тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан кішкене су қоссаңыздар болады. Біздің қамырымыз қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, орташа қалыпта болуы керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осылай жақсылап ұсақ ұндарымыз біріккенге дейін қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Дәл осылай иін қандырып жақсылап илеп алғаннан кейін қамырымызды осылай төрт бұрышты формаға келтіріп, бүктеп, салафанға салып, қамырымызды демалдырамыз. Бөлме температурасында қамырымыз 15-20 минутқа демалуы қажет. 15-20 минут өткеннен кейін қамырымызды қайтадан осылай үстінен басып, төрт бұрышты формаға келтіріп, 15-20 минутқа тағы да демалдырып қоямыз. Осы процесті мен 3 рет қайталадым. Дәл осылай иін қандырып жақсылап илеуіміз қажет. Сонда біздің қамырымыз жақсы созылатын болады. Қамырымызды 3 рет қайтара демалдырып алдық. Енді үлкен бөліктерге бөлеміз. Мен осылай 4 бөлікке бөлдім. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі табақтарға немесе басқа да ыдыстарға салсаңыз болады. Мен осылай пищевой пленкаға қойып қойдым. Әрбір слойдың ортасына жақсылап сұйық майды жағамыз. Видеоны монтаж жасаған жоқпын, барлығын осылай жасап шығасыздар. Сіздерге ұғынықты болу үшін осылай тез жасап қойдым. Барлық жеріне майымызды сеуіп болғаннан кейін осылай салафанмен қаптап, тағы да қамырымызды демалдырамыз. 10 минутқа қамырымызды демалдырып аламыз. 10 минуттан кейін осындай ұсақ бөліктерге бөліп, қамырымызды тағы да бір 10 минутқа демалдырамыз. 5-10 минут аралығында демалдырып аламыз. Енді осындай тағы да пищевой пленка дайындадым. Оның бетін сұйық маймен майлап қоямыз. Содан кейін қамырымызды осылай ұсақ бөліктерге созып аламыз. Дәл осылай кішірек формаға келтіріп созып аламыз. Қамырымызды осылай бөліктерге созып алғаннан кейін әрбір слойдың ортасына сұйық май жағып шығамыз.
Біздің осындай бөлген қамырымыз әрқайсысы 20-25 грамм болуы қажет. Өлшеп қоссаңыздар, сонда сіздердің қамырларыңыз бір келкі жайылатын болады. Мен өлшеген жоқпын, сондықтан менің размерлерім кішкене әртүрлі болып жатыр. Барлығына сұйық майды жағып, бетін жауып, тағы да қамырымызды 20 минутқа демалдырамыз. Минут демалғаннан кейін қамырымызды осындай ұзынша бөліктерге жақсылап тағы да созып аламыз. Осындай пищевой пленка қолдансаңыздар өте ыңғайлы, сондықтан осылай жасасаңыздар болады. Барлығын осылай ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Мен жоғарғы жағына ұзын бөліктерін қойдым, төменгі жағына қысқа бөліктерін қойдым. Себебі созған кезде бізге ыңғайлы болу үшін осылай жасап алдым. Егер де сіздер өлшеп кесетін болсаңыздар, әрбір граммдармен, онда сіздерде мынандай әртүрлі формада болмайды, барлығы бір келкі болады. Әрбір слойының ортасына осылай сұйық майымызды жақсылап шылқылдатып жағамыз. Міндетті түрде пищевой пленканың астына сұйық майды жағуды ұмытпаңыздар. Егер де табаққа, басқа да ыдыстарға қоятын болсаңыздар, сол кезде де табақтарыңыздың астын майлап аласыздар. Бетіне сұйық майымызды жағып, оның үстіне пищевой пленканы жауып, тағы да қамырымызды 20 минутқа демалдырамыз. Минутқа демалдырған кезде суымызды қайнатуға қойсақ болады. Мен суымды қайнатуға қойдым, осылай созып бастаймыз. Егер де сіздер иін қандырып жақсылап илеген болсаңыздар, қамырларыңыз жақсы созылатын болады. Әрбір слойларын әрбір саусақтарымыздың арасына кигізіп аламыз. Сол қолымызға ұстап тұрған қамырымыз созылмауы мүмкін, сондықтан осылай созып болғаннан кейін кішкене қолымызбен дөңгелектеп формаға келтіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығының формасы бірдей дөңгелек қалыпта созылып шығады. Дәл осылай созып көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Жеңіл және де оңай әдіспен осылай созып көруді ұсынамын. Қатты соза береміз, біздің қамырымыз үзілмейді. Сондықтан осылай қаттырақ соғып ұрып созамыз. Менің сіздерге берген рецептім ұйғыр халқының оригинал лағмандарының рецептісі. Сондықтан дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Суымыз қайнағаннан кейін дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де қамырымызды осылай салып пісіріп аламыз. Қайнағаннан кейін кішкене араластырып, тағы да 5 минутқа қайнатамыз. 5-6 минуттай қайнағаннан кейін суық суға сүзіп аламыз. Суық суға алғаннан кейін міндетті түрде жақсылап суық суда шаятын боламыз. Қамырларыңыз шашылып тұру үшін осылай 2 қайтара суық суға жақсылап шайып аламыз. Май жақпаймыз, дәл осылай қалыпта сұна берсек болады. Осылай суық суға жақсылап шайып алғаннан кейін дәл осылай сұна берсеңіздер болады. Ешқандай май жақпаймыз, бір-біріне жабыспайды, осылай шашылып тұратын болады. Біздің қамырымыз дайын болды, барлығы бірдей формада.
дәл осы рецептпен дайындап көруді ұсынамын. Келесі видео сабақта сіздерге гюру лагманның рецептісін бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, жақын достарыңызбен бөлісе жүруді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Пока-пока.